Қайырлы күн, бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгін біздер қоғамдық тыңдау өткізуге отырмыз. Жалпы тақырып интеграция орталық Азия акционерлік қоғамы Атырау магистралды газ құбыр басқармасы филиалы Тайман қашықтықтағы өнеркәсіптік алаңның экологиялық жобалар бойынша қоғамдық тыңдауы. Бүгінгі енді қоғамдық тыңдау регламентімен танысып кетейін. Жалпы ашық жиналыстар болса барлық ашық өтеді қоғамдық тыңдау. Енді қоғамдық тыңдауға жаңа тіркеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар қоғамдық тыңдаудың төрағасын сайлау, сосын хатшысын сайлауымыз керек. Регламент бойынша енді сөйлеушіге 10 минут уақыт берсек баяндама жасауға. Сосын арқаңда қоғамдық тыңдауды қорытындылаймыз ғой. Енді сұрақ жауап ұсыныстар болса, енді өздеріңіз тағы баяндамадан кейін сұрақтарыңыз ұсыныстарыңыз болса қоясыздар. Енді төрағасын сайлайық, сосын хатшысын сайлайық қоғамдық тыңдаудың. Төраға ретінде өзін ұсынып отырмын. Қарсылықтарыңыз бар ма? Жоқ. Қарсылықтарыңыз болмаса онда осы қоғамдық тыңдаудың хатшысын Әлия компани жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің эколог маманы Абуова Сафураны ұсынамын. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Енді мені танитын, осы ауылдың тұрғындары мені танисыздар ғой. Осы округтың әкімі Абу Асқар Төлеуұлы аты-жөні. Хатшыға Абуова Сафураны ұсынып отырмын. Қарсылықтарыңыз бар ма? Егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда осы баяндама жасауды Әлия компани жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің эколог маманы Абуова Сафураға. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың негізгі мақсаты бұл сіздерге Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамының Атырау магистралды газ басқармасының жалпы қызметі туралы түсіндіру. Егде қоғамдық тыңдаулар сіздердің ауылдарыңызда өткізіліп отыр. Себебі нарын ауыл маңында Тайман қашықтағы өндірістік алаңы орналасқан. Бұл нысан сіздердің үйлеріңізге және басқа да елді мекендерге табиғи газ жеткізеді. Мұндай тыңдаулар бізге жаңа экологиялық рұқсат алу үшін арнайы бекітілген ережелерге, талаптарға сәйкес өткізіліп отыр. Бұл қоғамдық тыңдауда жаңа нысандар салу немесе жабдықтар күрделі жөндеу жүргізу мәселелері қаралмайды. Жобаға кейбір өзгертулер енгізуге байланысты жасалып отырған жоба. Тайман қашықтағы өнеркәсіп алаңы үшін рұқсат етілген шаңды нормативтердің жобасында 2021-2034 жылдар кезеңіне негізгі технологиялық жабдықты пайдалану ескере отырып, атмосфералық ластану көздерінің әсері бағаланды. Рұқсат етілген шаңды нормативтердің жобасына түзетулер енгізу үшін шаңды көздерін сәйкестендіру, қолданылатын есептеу әдістемелерін безендіру қажеттілігі негіз болады. 1997 жылы шілдеде құрылған Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының газ тасымалдау жүйесін пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады. Атырау магистралды газ құбыры басқармасы Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы құрылымдық бөлімшелерінің бірі болып табылады. Тайман қашықтағы өнеркәсіп алаңы Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Атырау магистралды газ құбырлары басқармасының құрамына кіреді. Қызметтің негізгі түрі магистралды газ және өнімдер құбырларын жобалау және пайдалану, тұрғын және коммуналдық тұрмыстық нысандарды газдандыру бойынша өндіріс және жөндеу жұмыстары, мұнай газ кәсіпшілігі жабдықтарын жөндеу, магистралдық және өзге де құбырларды, оның ішінде су құбырларын пайдалану орталығы. Тайман қашықтағы өндіріс алаңына бұл станциялық құрылыстар, яғни Тайман компрессорлық станциясы, АГТС нарын, автоматтық газ тарату станциясы энергия 3, нарын қонақ үйі, магистралды газ құбыр желілік бөлім нысандары болып кіреді. Компрессор станциясының кешеніне мыналар кіреді. Бұл компрессорлық цех, қазандықтар, сулы станциялар, жалпы станциялық сумен жабдықтау және кәріз жүйелі, резервтік электрмен жабдықтау қондырғылары, трансформаторлық қосалқы станциялар, алыс және ішкі байланыс тараптары, әкімшілік шаруашылық ғимараттар. Компрессор станциядан 500 метр қашықтықта контейнерлік автожанармай құю станциясы орналасқан.
Нарын қонақ үйі Тайман компрессор станциясынан 1,2 км қашықтықта және алаңда орналасқан. Тайман компрессор станциясынан 20 метр қашықтықта Нарын АГТС орналасқан. Өз қажеттіктері үшін пайдаланатын газдың қажетті параметрлерін сақтау мақсатында газ тарату пункті және автоматтандырылған газ тарату станциялары қарастырылған. Энергия үш Нарын АГТС-лары газдың жоғары қысымы белгіленген төмен деңгейде және төмендетуде және оны тұтынушыға жеткізу үшін қажетті деңгейде ұстап тұруға арналған. Келетін газ гидранттардың түзілуін болдырмау мақсатында алдын ала тазартылады және жылыту блоктарда қыздырылады. Негізгі технологиялық жабдықты пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаның ластаудың 117 ластау көздері жүргізеді. Оның ішінде 99 ұйымдастырылған, 18-і ұйымдастырылмаған. Бұл ретте ластаушы заттардың жиынтық шығынысы жылына 19,120 тоннаны құрайды. Тайман станция цехтары мен қонақ үйінде санитарлық жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында душ кабиналар мен санитарлық техникалық құралдар орнатылған. Қашықтау өнеркәсіп алаңында автоматты өрт сөндіру жүйесін қамтамасыз ету мақсатында суға арналған металл резервуарлары сорғы көбікзеуіштер орнатылған. Сондай-ақ су шығымы қосымша өндірістік қажеттіліктерге жұмсалады. Асханада, кір жуаларда жылумен қамтамасыз етуге, жылыту жүйесін толтыруға, шайға, резервуарлар тазалауға, едендерді жууға, жасыл жемістер мен қатты жабындарды суаруға. Компрессор станция және Нарын қонақ үйінен алған тұрмыстық және өндірістік ағынды сулар біріктірілген кәріз жүйесі арқылы өздігінен кәріз сорғы станциясы тереңдеген қабылдау резервуарларына өтеді. Кәріз сорғы станциялар сулар қысымдағы құбыр арқылы блоктық жергілікті тазарту құрылысынан жүргізіледі. Ол тәулігіне 30 метр куб суды тазартуды қамтамасыз етеді. Тазалықтан кейін ағын сулар сүзілу алаңдарына бағытталады. Ағынды сулардағы ластаушы заттардың мөлшері жылына 5 тоннаны құрайды. Қамтамасыз негізгі мақсаты өндіріс және тұтыну қалдықтарын көмегімен арттыру және олардың қоршаған ортаға әсерін азайту анықталады. Осы бағдарламада келтірілген түзілетін қалдықтардың түрлері, қалдықтар пайда болатын өндірістік процестер, өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілуін есептеу, өндіріс және тұтыну қалдықтарының жіктелуі, өндірістік және тұтынудың түзілетін қалдықтары кейіннен шарттар бойынша мамандандырылған ұйымдарға қайта өңдеуге және көмуге әкете отырып кәсіпорындағы арнайы бөлінген орындарда уақытша сақтауға жатады. Қалдықтарды уақытша жинау қатаң түрде мамандандырылған орындарда, сыйымдылықтарда және мамандандырылған алаңдарда жүргізеді. Бұл қоршаған орта контаминациялық ластауын азайтады немесе толығымен жояды. Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Атырау магистральды газ құбыр басқармасы балансында меншікті жинағыштар, полигондар жоқ. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының көму лимиттері жоқ. Газды тасымалдау процесі қалдықтардың пайдалануын қарастырмайды. Пайдалану барысында жабдықтың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге байланысты қалдықтардың шамалы көлемі түзіледі. Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Атырау магистральды газ құбыр басқармасы филиалының Тайман қашықтау өнеркәсіп алаңы келесі іс-шараларды өткізеді. Бұл атмосфераға ластаушы заттар шығындарын көздерін, жұмыс етілген шығынды нормативтерінің жобасының бақылау жоспары кестесіне сәйкес бақылау жүргізу, су тұтыну мен су бұрауды бақылау, ағынды сулармен бірге шығатын ластаушы заттардың төгілуін бақылау, радиациялық бақылау, қалдықтардың пайда болуы мен олармен жұмыс істеуді бақылау, қалдықтарды басқару бағдарламасын іске асыруын бақылау, табиғи ортаны жай-күйін көзбен шолу арқылы бақылау. 2025-2034 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы бойынша Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Атырау магистральды газ құбыры басқармасының филиалының Тайман қашықтау өнеркәсіп алаң қаржыландырудың жалпы көлемі 3,9 миллион теңгені құрайды. Назарларыңызға рахмет. Жобаға қатысты сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса қоюға болады. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз. Болдым, я. Сұрақ қойайын дедім, сіздер электронды презентацияңызды қай жерден көрсетіп отырсыз? Электронды қай жерде тұр экраныңыз? Неде? Электронды презентация бар, қосылып тұр, мына жақта просто сізге көрінбейді. Сіз тұрып көрсете аласыз ба? Жоқ, мен просто ойлап тұрмын, мынау деген кішкентай кабинетте өткізіп аласыз ғой сіз слушаниені. Қай жерде көрсетіп тұрсыз электронды презентацияңыз? Ол деген кәдімгі зал болу керек қой, кабинет емес. Сізге білмеймін, жерде көрінбей ма? Осы кабинетті берген, осына өткізіп жатыр. Акиматтың өзінің несі жоқ па?
Акт зал жоқ. Акт зал жоқ. Yok, aktif zal yok. İşte. Нарында кішкентай ассистентский кішкентай алды ғой, ақылы зал болмаса ең үлкен осы кабинет болып тұр ғой беріп тұрған. Для населения Донской не был бы аудитории место проведения. Мынандай кішкентай кабинеттер емес. Басқа сұрақ жоқ, жалғастыра беріңіз. Сұрақ болып жатқан кім екен? Управление природных ресурсовтан Гаухар деген, Арстанова Гаухар деген. Атырау облысы ма? Атырау облысы. Зумға заңгерден біреу қатысып отыр ма? Zangir'e Тағы қайталаңызшы. Зумға заңгерден біреу Жоқ, эколог қатысып отыр. заңгер қатысуға болмай ма? Депутат я заңгер. Біздің экология жөнінде ештеңе білмейміз ғой. Қоғамдық тыңдауға, қоғам белсенділері, аудан тұрғындары, жұртшылық бәрі қатысуларына болады. Бұл ашық қоғамдық тыңдау ғой. Оған онлайн да қатысуға болады, офлайн да қатысуға болады. Қазір мысалы онлайн қатысып отқан госоргандардан біз ғой да қатысып отқан лица. Бізде қоғамдық белсенділердің ешкім Жоқ. Кеше біз айттық қой, сіз де тоже қатыстыңыздар, онлайн қатыссын ол кісілерде деп. Енді біз хабарын бердік, оларды не қоса алмаймыз, хабарын бердік, хат жаздық, звондап айтып қойдық. Енді одан артық біз ештеңе істей алмаймыз. Сондықтан да олар мағлұм етіп қатыса алмаймыз дей ма? Тап қазір жауап бере алмаймыз дейді. Жаңа екінші сұрақ кешеңіз қойған адам кім екен, соны өзіңізді таныстырып жібересіз бе? мен Досалиев Таңатар Нарынның тұрғынымын. Бізде қоғамдық белсенділерден ешкім қатысып отқан жоқ. Не депутат жоқ, не көше белсенділері жоқ. Сіз ауыл тұрғынысыз, иә? Иә. Оның бәрі деген жаңағыдай объявлениеға бір ай бұрын порталға бәрі жарияланады ғой, газетке шығады, объявление шығады. Мысалы сіз бүгін қоғамдық тыңдау болатыны жөнінде қайдан білдіңіз? Сіз ауыл тұрғынысыз ғой, иә? Мен осы жаңа WhatsApp-тан хабарлады, жинас қоғамдық болайын деп жатыр деп. Мен осы қазір естіп отырмын. 2 сағат болды естігенім. Біздер объявлениеде ілдік, акиматтың ішіне объявлениеде ілдік жарына, телевидениеге де объявление жібердік, газетке де салдық. Сол үш жіберетін үш жолымыз бар, үшеуінде солай бұл жарып тұрмыз. Қай уақытта салдыңыздар? Ережесі бар, мына қоғамдық тыңдау өткізудің өзінің ережелері бар. Сол ереже бойынша 40 күн бұрын оның бәрін белгілеп қою керек. Шығарып, жаңа объявление бәрін шығарып қою керек. Сол уақытта біз, сол мерзімде біз бәрін шығарып қоямыз. sizce жалпы сұрақ қандай болды ма? Жоба бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жобаға қатысты? Қоғамдық сенімді сондықтан бір кісі білетін адам экологтан ауылдың тұрғынына біреу қатысты екен дейді. Енді сіздер қоғамдық саясатта біз қол қойып беріп неге қойып жатқанымызды өзіміз білмейміз ғой. Сіздердің айтқан сөзіңіз кішкене талап. Сіздердің де экологтарыңыз бар ғой, назерке да, сен көрдіңіз. Жоқ, бұл азық емес қой, біз эколог, интервью. Я ол Неге қатыспайды ол кісі? Сонымен отырған, сонымен. Zoom'da бар ма интергаздың экологтары? Біз енді білмейміз. Зонда жоқ. Зонда тек оқиға отырсыз, мен отыр, алейкум, болды тек. Енді біз көп кісі үшін негізі Газетке қосылады дейді ғой. жаңа күннен жаңа күннен мына ауыл тұрғыны Таңатар деген ағамыздың айтуы дұрыс. енді бұл жерде сіздер ИТСАның заңгерлері болса, заңгерлері немесе ИТСАдағы лауазым тұлғалар бұны қатысу керек. Қазір қоғамдық тыңдауға ИТСАдан басшы лауазымдағылар қатысып отыр ма, басшылары? Экологтар қатысып отыр, иә, шатаспасам? Эколог қатысып отқан жоқ мына жерде. баяндамашы болды. Эколог жоқ сол. Иә. Асхатаға барамыз. Жоқ, Асхатаға барамыз. мен эколог емеспін ғой, я. Ол басқа ма? Инженер охрантруда. Жалпы бұл жердегі өндірістік алаңның басшы құрамы болсын, басқа да инженер болсын, қазіргі көтеретін мәселелерді толық шешіп айта алмайды мына жерде. Біздерге. Біз отпадымыздың Қазір басшылардың не самұрық қазынадан тексеріс келіп жатыр.
Aslan Somen'cim. Sveta. Bize қазір мен ақырын тұруда қатысып отырмын, сосын мына инженер по эксплуатация қолдашып айтады дейтін қатысып отыр бізде. Екеуміз қатысып отырмыз. Иә. Кім қатысып отыр деген сұрақты кім қойды? Мен Досалиев Таңатар тұрғынымын. Қайтадан жарайды. Просто интергаздың экологтары қатысу керек деп соны сұрап отыр. Бұл мен қатысамын деген қатыспай назарке деген қатысқан жоқ, қатыспай отыр ғой ол. Қатысып отырмыз онымен қатысып. Өкілдері келіп тұр ғой. Өкілдеріміз келіпті, өкіліміз. Өкіл Болса сол кісілерге сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Өздері жауап бере алмаса, өздерінің басшыларына жолдайды ол сұрақтарды. Өздері протоколға барлық сұрақтарды қосамыз. Тех безопасности охрана турда бөлек қой, біздің эколог жөнінде өтіп жатыр ғой жиналыс деген қоғамдық тыңдау. Олардың охрана турданың несі ғой, басшылары, тех безопасности. Біздің эколог жөнінде қоғамдық тыңдау өтіп жатыр, эколог болу керек қой ішінде оның. Енді сұрақтарыңызды жолдап көріңіз. Осы жобаға байланысты болса, мүмкін біз де жауап береміз. Жаңағы келіп тұрған өкілдері де жауап бере алады олар. жоқ, бұл жерде өкілдер жауап бере алмайды. Мен сізге айтайын. Дұрыс деп отырсыз. Сұрақтарыңызды қойсаңызшы енді. Жалпы экология қойып көріңізші. Мен мәселе эколог болса, Көріңізші, біз басшыларына жолдайды сұрақтар. Сіздің экология қандай сұрақ қойыңыз келеді, жолдан сұраңызшы. экология жөнінде мен білмеймін деп айтып тұрмын сізге. Экология жөнінде білмеймін газдың. Оның құрамы қандай, мына айтып жатсыз ғой, зияны бар, тексерісі бар. Мысалы сіздер барып тексеріп келіп жатқандарсыздар. Сазанқұрақтың ең бірінші экология барып тексермеймін, аппараттарыңыз бар ма, оны мен білмеймін. Сондықтан мына Сазанқұрақ Тайманың өзінің эколог болса да біз мына кісінің экологына сенеміз. Сіздер Ақтөбеде тұрасыздар. біздегі мұнда қаламыз ғой сіздер. Екеуі бөлінсіз ғой. Мысалы бірден болса назаркелер соны сұрамыз ғой. Мысалы жалпы мына Сазанқұрақ мектепке яғни прикаспен Петербургте қоғамдық тыңдау өткізіп, олар мында экологын әкеліп отырғызып қояды. Экология юрист бәрі келіп отырады бұл жерде. Енді давайте оны басшыларына сол не қылып замечание алып жіберейік. Енді келесіде кәдімгідей экологтары басшылары Келесіде бола ма қоғамдық тыңдау? басқа ауылдарда болады. Келесі Мен айтып тұрмын, сіз сұрақтарыңызды жолдай беріңіз. Біз барлығында протоколда енгіземіз. Басшыларына да беріп жіберіңіз. жарайды, түсінікті. Так, енді менің бір сұрағым бар. 3 миллион 900 мың теңге. Да, 25-34 жылға 8 жылға арналған бағдарлама бар ма сонда? Не істеуге арналған? 2025-2034 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы бойынша Тайман қалдықты жаңағы қашықтағы өндірістік алаңына қаржыландырудың жалпы көлемі 3 миллион 900 мың теңге деп тұр. 3 миллион 900 мың теңге. Бұл сол 8 жылға бөлінген ақша ма, жыл сайын бөлінген ақша ма? Жоқ, сол 10 жылға бөлінген ақша. 10 жылға бөлінген ақша? Енді мынандай сұрақты біз қазір қайта кімдерден сұрап алайық па, инженерлерден? Жылға бөлінетін ақша бар ма? Экологияға? Жыл сайын? Есептеп осылай есептеп береді ғой. Жарайды, жақсы. Екінші сұрағым. Кешіріңіз, сұрақты қойылған таңан тарағасыз ба қайтадан? Жоқ. Төрағасы. Әкім. Екінші сұрақ. Біздер қазір ел президенті үлкен акция жүргізіп жатыр ғой. Жалпы Қазақстанды көгалдандыру бойынша экологиялық акция жүріп жатыр қазір. Таза Қазақстан. Соның үшін енді өзіңіз білесіз, жалпы бұл мақсатты Қазақстан халқының мынау мәдениетін қалыптастыру, оның ішінде экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Негізгі мақсат. Екіншіден, елді мекендерді жалпы Қазақстанды көгалдандыру. Соған байланысты қандай шаралар жүрді осы өндірістік алаңда? Және
осы арада халықтың да негізгі көкейіндегі сұрақтардың бірі, ұсыныстардың бірі деп те қабылдайсыз. Осы елді мекенге, округке бір қоршау жұмыстарын жүргізіп, жасыл желекті егуді ұсынамын мен. Және хаттама кіргізуді. Так, бізде мен айтайын, мына КПРЛ дейді ғой, қоршаған ортаны қорғау жобасы. Сонда деген жылда жаңағыдай салынатын өзінің шаралары бар, иә. Соның ішінде көгалдандыру бар, бірақ ол именно экологиялық жан-жақты деп айтуға болады, иә. Санитарлық зона, санитарлық қорғау аумағында енгізіледі, я болмаса өзінің территориясына енгізіледі. Ал сіз айтып отырған Қазақстан жаңағы көгалдандыру мен сосын қоршау жұмыстарын ауылға сұрап тұрғаныңызды, оны ұсыныс ретінде біз қосамыз осы протоколға, және де ИЦМ-ның басшыларына біз жеткіземіз. Ол ұсыныс болып санап осы протоколға қосамыз. Ұсыныс деп айтып отырмын, ұсыныс ретінде осы протокол хаттамаға енгізіп, жазбаша жауабы бола ма сосын? Сол берілген ұсынысқа. Жауабын сұратайық. Я ИЦМ директоры бар ма, соған жауабын жазса. ИЦМ-ның басшыларына жолдап, осындай ұсыныс болды деп сұратайық, әрине. Егер тағы да осыған қатысты болатын болса, Интергаз Азияның осы үш жақты меморандум жасауды мен тағы да ұсынамын. Аудан әкімімен, округтың әкімімен және ИЦА-ның директорымен. Себебі бізде Қазанқұрақ жаңа айтып отырмын, приказ пен Петролиум компаниялары үш жақты келісім жасап отырмыз. Бұлар енді барынша қолына келгенше көмектерін беріп отыр. Иә, жасыл желек егуге. Және ұсынысқа қосайық, үш жақты меморандум жасаймыз деп ұсынысқа біз қосамыз. Тек бұл жөнінде экология жөнінде айтып отыр ғой, басқа жағында айтып тұрған жоқ. Тек экология, техникалық жағында, охрана жағында айтып тұрған жоқ. Yok, koyuyoruz, sıra koyuyoruz. Бұл жерде таза экология болсын, экологиялық мәселе бойынша да айтып отырмын. Бұл жобаға байланысты сондай заттар Жобаға байланысты. Және айыптаймыз, ИЦА-ның жаңағы директоры жазбаша берсе бізге, сол ұсынысымызға. Себебі қазір халықтың да отыр, негізгі халықтың қазір айтып отқанында, маған қойып отқан талабы да осы. сұратамыз. Және осы протоколды қосып, ИЦА-ның басшыларына жіберіп, хат түрінде біз жауап сұратамыз. Смета bana akımın koygan sırağına байланысты біздерде bana көгалдандыру біздің мекеме бойынша bana yeni қорғау аймағына бізге беріледі. Жыл сайын 50-100-ге дейін ағаш. Біздер өзіміз территориямызға ектік. Енді айтып отырмыз, мына сіздің ұсынысы бойынша ертең бюджет келесі жылға қаралады ғой. Соған мүмкіндік болса, бана ұсыныспен қояды ғой, сосын қосады. Қосып жатса, бана мүмкін ағаштан әкеліп беру, егу бана. Оны енді басқа бана протоколмен келгеннен кейін шешеді. А былай негізі бізде де көгалдандыру жүріп жатыр. Тайман бойынша былтыр биылға еккеніміз 60 ағаш ектік. Тайманның ішінде солар егілді. Кейін бойынша біздің өзімізде қарайды ғой. Жоспар бойынша. Олар егілді. Иә. Болды ма? Иә. Сұрақ. Егер де мына төрағаның айтқан ұсынысы ел терек егер болсаңыздар, алға терек егерде халықтың үстіне қоғамдық қай жерге егеміз деп екпестен ұсыныс беріп ақша бұған дейінгі берілген бізге аймағының өзі үшін. Жоқ, енді ауылға да кішкене жаңағы асқар айтқандай директор арқылы бізде ақша жоқ, берілсе Бюджет егіледі. аймағының өзі ештеңе шешпейді. Келіп жатса, басқарма хабарласып, ол қай жерге егетінін айтады ғой. Егер мынау Тайманның ауылына бөлінген бюджеттен не деп отса, келіп жатса, біз хабарласамыз. Өзімізге де егісе алмаймыз. Бізде жеткіземіз ғой, басшылық бар енді. Осындай ұсыныстар бар, ол кісілерге қағаз жүзінде жібереді. Сосын жоғарыға. Шешілгеннен кейін айтамыз ya. Бізде мәжілде де осы мекеменің басшылары ұсынысында мына асфальтқа не істейсіздер? Мына мысалы жағасымен жол асфальттың үстімен жағасымен мысалы сіздер көріп тастап жолдың
машина жүріп жатыр. Көп шам. Еще малымыз бар бағыттан. Бұның жердің бетінің 20 сантиметр экология бойынша табиғи байлыққа жатады ғой. Ал бұған не дейсіздер? бұл үлкен мәселе. Үлкен мәселе. Үлкен мәселе айтылмаса, сіздерге біз айтыпсақ, сіздерге сол жоғарыға жеткізді деп сол үшін келіп отырсыздар ғой. Әке, сіз ұсыныс бердіңіз, мына протоколға кіретін жоқ ма себепті? Протоколға кіргізіп, басшыларға жібереміз. Ешбіріне қалмайды. Бұл жерде қандай ұсыныстар болды? Жобаға қаржы бөлінсе, Біз айтып жатырмық қой, сіз айтып қалдыңыз. Өзіміздің ғана асфальт мысалы, оның болашақта не істеп, бюджет істеп, жоғары жақсы істеп. Жаңағы жалпы экологиялық мәселе болғаннан кейін бұлардың бәрі алыну керек деп ойлаймын. Ұсынысында хаттама енгізілу керек. Жаңа айтып отырмын ғой, тек қана бір ауылда ғана ұйымдастырып отқан жоқ. Жаңағы таза акция, экологиялық акция Қазақстан. Бұл президент қолдауы, президенттің өзі бастама жасап жылда біздер қазіргі мезгілде әр апта сайын осы ауылдың ішін жинауы бар, басқа да жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Оның үшін тек қана қалдықтарды жинау емес, ол жерде осы жердің экологиясын тазартуға. Қазір мысалы айтайық, өздері 3 мың тал бюджеттен ақша бөліп, мысалы 3 мың тал егейін деп отырмыз. Ал енді оның қасында Интергаз Азия деген үлкен мекеме ғой. Бізге бір осы жерге халыққа ілететін бір үлкен ал керегін әкеліп, қоршау басып, суын тартып, жасап берсін деген ұсыным бар. Мысалы, Сазанқұлақ мекеме жасап берді ғой. Олардың қазір 3 жыл отырған біздің меморандум, олар меморандум емес, сосын жасап береді меморандум. 3 жақтың меморандум. Аудан әкімі бар, аудандық біздің жергілікті әкімшілік, сосын Интергаз. Сосын мына егер ақша бойынша рабочий проектті бізді қатыстырыңдаршы. Рабочий проект жасау, сонда қатыстырыңдаршы. Енді оған Мұнда тыңдау болады ғой, басқа да әкім арқылы сіздер шақырады ғой. Ұсыныстарын жібереміз. тағы қандай ұсыныстар, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз. Қосымша айтатындарыңыз. Сұрақтарыңыз болса. Келіп отырған экологтың жоқ, сіз управлениемен қатысып отырған ғой, қайталауды қойылса Электрический света вот береді ғой. Еще алып болса эколог. Жобасы саватқан эколог. жоқ, Света Сізге сіз хаттаманың бір данасы жіберіледі ғой, да? мына УПЛ-де қатысып отыр ғой, да? Атырау облысы бойынша. Атырау облысына, жаңағы ауданға қатысты экологиялық сұрақтарға жауап бере ала ма ол кісі? Мысалы, өздерінің экологтары жоқ қой, местный. осы заңгер болса бізге мысалы алыстар үшін үйренсек сіздің экология қатысы жоқ. Мысалы біз айтайық, сосын мына 3 миллион 900 теңге ақша бар ғой. Бұл неге жұмсалатын ақша? 3 миллион 900, соны ашып нақтылап айтып беріңіз. Услугтар, жалпы айтқанда услугтар ғой, да, услугтар ғой. Услугтар да бар, сосын жаңағы көгалдандыру тоже өздеріне тағы егіп, жаңағы территорияға тағы егіп. Тек қана тағы егу тек қана Тайманның өзінде жүретін болып тұр, да? Тайманның өзінде. Өздерінің өндірістік алаңдарында, өздерінің жаңағы санитарлық қорғау аймағында жүреді.
ушулукка мен ойлап отыр едім 3.900.000 бөлінген ақша осы округке қарасты мекеме округке әлеуметтік сала бойынша бөлініп жатқан ақша екен деп бұл жерде енді Olsun bölük niye gereksiz? Bundan akşam bölüşün insanın başlarına özellikle çıkma gereksiz. Bu tek jana ekolojiyanın objektiften şaralar. Ekolojiyanın tetiği de olsun esas yollar. түсіндім түсінікті түсінікті басқа сұрақтарыңыз қосымша айтатындарыңыз мұнда қорытындылайық иә енді құрметті ауылдастар бүгін енді қоғамдық тыңдауға қатысушылар жаңа айтып қой бізде бүгін осы Интерлаб орталық Азия акционерлік қоғамы Атырау облысы Атырау магистралдық газ құбырлар басқармасы филиалы Тайман қашықтықтағы өндірістік алаңының экологиялық жобалар бойынша қоғамдық тыңдауларын тыңдадық. Баяндама жасалып, негізгі жасалатын жұмыстарды, экологиялық бағытта атқарылатын жұмыстарды айтып өтті. Жаңағы эколог маман Сапар ағаның енді сұрақтар қойылды енді тұрғындардың атынан басқа да жаңағы негізгі көкейде жүрген сұрақтар қойылды деп ойлаймын. Сол сұрақтар енді толықтай хаттамаға енгізіледі. Хаттамаға енгізіліп жаңа айтып отыр енді кейбір сұрақтарға жазбаша жауаптар беріледі. Енді осы баяндама жасап бізге осы қоғамдық тыңдауға өздерінің ұсыныстарымен негізгі тыңдауларын әкелген осы мекемеде енді рахметімізді айтамыз. Келесі қоғамдық тыңдауда кездескенше дейміз енді. Барлық енді ұсыныс пікірлер, жаңа айтқан сұрақтар толық жауаптар болады деп ойлаймыз. Рахмет мынау баршаларыңызға келіп қатысқандарыңызға.